Қайырлы күн. Бүгін біз қазақ тілі мен ағылшын тілін тағы салыстыратын боламыз. Бүгін біз сипаттаймыз. Сипаттаған кезде адамды қалай қолданады екенбіз. Бұл жерде іс әрекет жоқ, сипаттау тек қана, жақсы ма? Мысалы, ұзын деген сипаттау ғой. Мен ұзынмын, ол ұзын. Үшеуі де бізде бірдей, бірақ енді ол кімге айтып тұрғаны байланысты, қыз ба, ұл ма, белгісіз болып тұрады. Сен ұзынсың, олар ұзын, біз ұзынбыз. Көріп тұрсыздар ғой, бізде қазақ тілінде не бар? Окончание бар. Міне, ұзынмын. Тіпті мына жерде мысалы біз ұзынбыз ғой, біз ақылдымыз. Вроде мына жерде жуан болып тұрады, енді барлығына біз жалғай беретін шығармыз деп ойлаймыз ғой. Бірақ біз емес, мыз дегендер бар. Мыз, біз дегендер бар, пыз, піз дегендер бар. Қаншама қазақ тілінде бізде жалғаулар бар. Қазақ болғанымызға қуанып кетеміз ғой, шіркін-ай. Чтоб қазақша білу үшін, енді қазақша үйренбей жүргенімізге шүкір. Енді қараңыздар, ағылшын тілінде қарасаңыздар, просто мына нелерді жаттап алсаңыздар болды міне. Айға сипаттаған кезде, именно іс-әрекет айтқан емес, сипаттаған кезде айға м жалғанады, he, she-ға is деген to be жалғанады, және де they, you-ға are деген to be жалғанатын жаттап алсаңыздар болды. Міне осылар ғана. Бұл жерде окончание деген жоқ, барлығы. Міне ұзын деген сөз tall да, мысалы. Tall еді деп окончание жалғанып тұрған жоқ, барлығында tall болады. Ұзын деген сөз бірақ қалпында қалады. Просто бізге мына жерде to be жаттап алу керек болды. Айға м жалғанады, то что he, she-ға is жалғанады, they, you-ға are жалғанады. Именно сипаттаған кезде тағы да қайталаймын. Түсінікті ғой, сонда мен ұзынмын деген I am tall, ол ұзын деген he is tall, she is tall, it is tall. Сен ұзынсың, you are tall, олар ұзын, they are tall, біз ұзынбыз, we are tall. Хорошо? Енді сіздерге сұрақ, біз ақылдымыз деген ағылшын тілінде қалай аударылады? Ақылды деген әрине clever деп аударылады, айта салайын. Ал енді біз ақылдымыз деген сөйлемді қалай аударылатынын комментарийге жазып кетіңіз.